үйге кімді кіргізбейтін едім, кімді кіргізетін едім. Давайте таңдайық. Қараңыздар, аксессуайдың циферкасы өте күшті. Маған қатты ұнайды. Осыны жаға бергім келеді ғой. Мен тосып қалған ба? Ладно. Кішкене осы да жағайық енді. Бұған енді амал жоқ болатын болса, кіргізуге болады, 5-ке қойайын. Ондай бомбыжды кіргізе алам ба, мен білмеймін, шынымды айтсам. Сондықтан бұны 6-ға қойайын. Сиырды, конечно, кіргізбейтін ем. Өйткені сиыр үйде тұруға болмайды, 4-ке қойайын. Подарка берем десе, кіргізем, конечно, 3-ке қойайын. Жалма өз кемпір келсе, кіргізбейтін ем деп па, 7-ке қойайын. Кубка боп болсам, езі кіргізге болады. Өткен үйдің бәрін тазалтамын десең, я. Оны кіргізге болады, сондықтан 8-ге қояқ. Ойбай, мұна вообще кіргізге болмайды ғой. Мұнаны вообще кіргізім келмейтін еді, мұна амалдық кіргізу керек болып қалады ау. Өрмекшіні кіргізбейтін ем, мынандай үйші дәу болса. Бұны 10-ға қояқ енді. Ұрыны ма? Ұрыны кіргізім келмейді, сондықтан давайте бұны таңдамай қояқ. Пока-пока. Қараңыздар, достар, еще маған осындай крем, аксессуайдың сывырткасы қатты ұнайды ғой. Күнде жағамасын. Вообще беттің бүкіл точка нелерін бәрін кетіретін қара точкалар өте жақсы, маған қатты ұнайды. Бетті өте өстіп жылтыратып тұрады ғой шы. Мынау неге күшті? Ақ не деген сияқты. Ауыздар.